Қадірлі көрермен, бүгін сіздерге Ара медиа арнасы қилы кезең деп аталатын зерттеуін ұсынып отыр. Қазақ болғалы талай қилы кезеңнен, талай қилы заманнан өтті. Оның бәрі бүгінде тарих. Ол тарихымыздың айтылған тұстары да, айтылмаған ақтаңдақ тұстары да көп. Әсіресе еліміз тәуелсіздік алар қарсаңдағы 5 жыл мен тәуелсіздік алғаннан кейінгі 5 жылдың, яғни 1985 жылдан 1995 жылға дейінгі аралықтағы саяси тарихымызда осы қалай дейтін тасада қалған жайттар жиі кездеседі. Қонаев кетер қарсаңда Қазақстан билігінде басталған тартыс 1995 жылы жаңа конституция қабылдап, Назарбаев билікті түгел өзіне алғанға дейін жалғасты. Міне осы аралықтағы ірі саяси және қоғамдық оқиғаларды бас аяғы 10 бөлімде баяндап шықтық. Қысыр әңгіме, бос сөз айтпадық. Әр оқиғаны көзбен көргендермен сөйлестік. Әр мәліметті дәлелмен баяндауға ұмтылдық. Ал енді мұны деректі фильм дейміз бе, әлде басқаша атаймыз ба? Ол жағын мына сіздердің патша көңіл көрерменнің өзіне қалдырдық. Қабыл алыңыздар. Түсіну қиын өмірдің кейбір парқына, көнуде қиын қалпына, оның шартына, сен кеше ғана Мавзолей трибунасынан қол бұлғап едің өзіңнің туған халқыңа. Бұл қазақтың белгілі ақыны Тұманбай Молдағалиевтің Брежнев өлгенде шығарған жоқтау жырынан үзінді. 1982 жыл қарашаның 7-сі Совет одағы ұлы Октябрь революциясының 65 жылдығын әдеттегідей салтанатты түрде атап өтті. Парад болды. Мәскеудегі Ленин Мавзолей трибунасында СССР Компартиясының бас хатшысы Брежневпен бірге Юрий Андропов, Константин Черненко және Михаил Горбачев бастаған орталық комитеттің басшылары тұрды. Совет одағын басқарған 4 адамның соңғы рет трибунаға бірге шыққан сәті болатын. Көп ұзамай үшеуі де бірінен соң бірі билікке келіп, Совет одағы тарап кететін ол кезде ешкім сезгенде жоқ. Арадан небәрі 3 күн өткенде 1982 жылы 10 қарашада Совет өкіметінде 18 жыл үздіксіз билікте отырған 76 жастағы Брежнев өлді. Алайда бас хатшының өлгенін Совет өкіметі бірден хабарламады. Бір күн ойланып, ертеңіне ғана жариялады. Скоропостижно скончался председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Совет одағы 4 күн аза тұтты. 15 қараша түскі сағат 12-де Брежневті Кремльдің іргесіне жерледі. Жерлеу рәсіміне Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы және Брежневтің досы Дінмұхамед Қонаев та қатысып топырақ салды. Қонаев Мавзолейдің орталық трибунасында совет басшыларымен бірге тұрды. Ондай мәртебе екінің біріне берілмейді. Ірі қалаларда зеңбіректен салют атылды. Барлық кәсіпорын жұмысын 5 минутқа тоқтатты. Фабрика, завод, паровоз, кемелер 3 минут бойы үздіксіз гудок беріп, елдің іші азан-қазан болды. Брежневтің табытын екі адам лентамен көрге сүргенде гүрс еткен дауыс шықты. Ел ішінде Брежневтің табытын тастап жіберді деген қауесет желде есті. Брежневсіз күніміз не болады деп уайымдағандар да көп болды. Телевизордан көзімізді айырмай, о кісіні қимай, қазақстандықтар Брежневті қимайтын. Ал енді сол кезде бір түрлі жүрегіміз ауырып кетті. Ана көрсете қалғанда тіпті әйелі де сілкініп қалды деймін сол кезде. Телевизордан қарап отырмыз ғой. Енді біз үшін қымбат адам о кісі. Білмеймін басқаға қандай екенін, мен үшін қымбат адам еді. Мен о кісімен кездескен жоқпын, көрген жоқпын. Бірақ о кісінің Қазақстанға көз қарасына риза болатынмын. Ойпырмай деп қалдық. Брежневтің өлген кезі әрине есте, ол кезде студентпіз. Мен Казгудың 5-ші тақанасында студсоветінің төрағасы. Сол кезде жаңағы Брежневтің портретін қойып, туды қойып қасында 24 сағаттық күзет
өткізу тәртібі болды. Содан жаңағы график қойып, жаңағы әр студент 2 сағаттан 2 жағында күзетке тұрып, күні түні 3 күн сондай болды. Сол кезде шында да қатты уайым болды, бір әкең өлгенде бір сәтті бастан кешірген кез болды. Бүкіл елде сондай траур болды. Шында да ол бір директивалық траур емес, шында да халықтың ойында бұл қалай болды. Енді соңғы 15 жылдың, 17 жылдың көлемінде ме, елдің бірінші басшысы болып тұрған адам аяғасын өліп қалған кезде, шында да әртүрлі бір әрі-сәрі жағдай болғаны шын. Совет баспасөзі Брежневтің өлімін бүкіл планета аза тұтты. Ауыр қаза, шексіз қайғы деп хабарлады. Шын мәнінде бұл кезекті диктатордың өлімі еді. Қазақстан баспасөзде қалыс қалмады. Жаппай көңіл айтып қайғырды. Қазақ ақындары көңіреніп жоқтау жазды. Жазушылар қабырғасы қайысып Брежневпен қоштасты. Жазушы Әзілхан Нұршайықов қатты тебіренді. Леонид Ильичке Қазақстан еңбекшілері мен коммунистері, қазақ халқы ерекше қарыздар. Өйткені 1954 жылдан 1956 жылға дейін Қазақстан Компартиясын басқарды. Қазақстанда тың игерудің ұлы ісін өз қолымен ұйымдастырды. Қазақ даласында жүздеген совхоздардың жайнаған жарығын өз қолымен тұтатып жарқыратты. Сөйтіп Қазақстанды ұлы отанымыздың үлкен астық қоймаларының біріне айналдырды. Қазақ халқы Брежневтің табыт алдында оның партия мен халыққа сіңірген өлшеусіз еңбегі үшін шексіз алғыс, адалдық сезімімен бас иеді. Қазақтың белгілі ақыны Тұманбай Молдағалиев жүректе тірі қалдың сен дейтін өлең шығарды. Түсіну қиын өмірдің кейбір парқына, көну де қиын қалпына оның шартына, сен кеше ғана Мавзолей трибунасынан қол бұлғап едің өзіңнің туған халқыңа, тұрғанда едің қолыңмен бейне көктіреп, байқатпай ғана сағатың соңғы соқты кеп, октябрьдің қабылдап болып парадын, ұйқыға кеттің ояу жүретін от жүрек. Брежнев басқарған кезең тарихта тоқырау жылдар деген атпен қалды. Сталин завалынан өтіп, Хрущевтің әпербақандығын бастан кешкен қазақ халқына Брежневтің сәл жұмсақтау саясаты жұмақтай болып көрінді. Брежнев ерекше мен бағалай. Қолда бар алтынның қадірі жоқ дейді ғой. Брежневтің заманы, бізде Қонаев ақсақалдың заманы, осы тәуелсіздік аталған біздің тәуелсіздігіміздің алдындағы бір 20-30 жыл өте бір керемет. Коммунизм десе осы коммунизм, рахатизм десе рахатизм, сондай қан төкпей бізді күннен күнге тұрмысымызды жақсартып Брежневтің жетекшілігімен келдік, шықтық. Леонид Ильич Брежнев прикрепляет орден Ленина, 4-й орден к знамени Казахской ССР. Мне приятно отметить умелое руководство партийной работой и хозяйственной деятельностью Республики ЦК Компартии Казахстана и лично Димаша Ахметовича Кунаева. Брежнев пен Қонаевтың ара қатынасы өте жақсы болды. Қазақстанға біршама Брежневтің оң қабақпен қарағанында рас. Брежнев өз билігінің төңірегіне жерлестерін жинап, совет басшылығында жершілдік, топшылдықты күшейтті. Одақтас республика басшыларына да осылай үлгі көрсетті. Брежневтің кезінде мамыражай кез болды, ол кісінің өзі айтатын. Мысалы, заводта істеп жүріп, үйіне бір тақтай алып кетпеген жұмысшы неменеге жұмыс жүрген дейді. Брежневтің өзі айтатын. Жаппай ұрлығы ғой енді. Үкіметтің байлығы бәріне жетеді. Сондай сияқты болып тұрды ғой. Бәрі жақсы өмір сүрді, бәрі бір қарағанда. Қалай болғанда Брежневтің өлімінен кейін Совет үкіметінің ыдырау кезеңі басталды. Бүгінгі уақыт биігінен қарағанда Брежнев табытының көрге гүрс етіп түскені Советтік империяның жан тәсіліндей көрінетіні рас. Табыт жерге түсіп кетті ғой. Бүйтіп жерге қойған кезде қолдарынан сусып кетті де табыт жерге түсті. Оны халық әртүрлі жорамалдады. Оны өткені қасымдағы үлкен кісілерден білем, бір бұның түбі жақсылық болмайды дейтін бір сөздер естігенмін. Брежневтің өліммен жаңа Совет одағының ыдырау дәуірінің алғашқы қадамы басталды деп ойлаймын. Брежневті жерлемей тұрбақ биліктегі ат төбеліндей топ Совет одағының жаңа басшысы етіп Юрий Андроповты оңашада сайлап алды. От всего сердца выразить вам горячую благодарность и признательность за то высокое доверие, которое вы оказали мне
избрав меня председателем Президиума Верховного Совета Союза СССР. СССР ұлттық қауіпсіздік комитетінің уысында ұстап, қаталдығымен аты шыққан, алайда дерт меңдеген дімкәс 68 жастағы Андроповтың да алысқа ұзауы екіталай еді. Дегенмен Андропов бас хатшы болдым деп ұлан асыр салтанатты рәсім өткізген жоқ. Ың-шыңсыз қызметіне кіріскен жаңа басшыны ресми құттықтау рәсімі Брежневті жерлеген соң бір аптадан кейін ғана басталды. Басталғанда да қандай? Баспасөздің беті Андроповты КПСС орталық комитетінің бас хатшысы болып сайлануына байланысты жаппай құттықтауларға толды. Бүкіл социалистік елдер мен Советтің ықпалындағы мемлекет басшылары құттықтау хат жолдады. Қарашаның 24-не Мәскеуде СССР жоғарғы советінің 7-ші сессиясы өтті. Осы сессия кезінде партия номенклатурасына енді ғана іліккен жас жігіт айрықша көзге түсті. Ол Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің хатшысы. Небәрі 40 жастағы Нұрсұлтан Назарбаев еді. 7-ші сессияға сол кездегі Шымкент облысы Ленгір ауданынан депутат болып барған Нұрсұлтан Назарбаев мінберге шығып сөз сөйледі. Қазақстандықтар біздің партиямыз бен мемлекетіміздің көрнекті қайраткері Брежневтің ең жақын серігі Андроповтың КПСС орталық комитетінің бас хатшылығына сайланғанын мақұлдайды, деді ол. Андроповты Қазақстан Компартиясы мен Қазақстан халқының атынан құттықтауға Қонаев басқан емес, неге Назарбаевты жіберді? Мұны айрықша мәртебе, ерекше сенім деуге болады. Назарбаевтың саяси олимптегі алғашқы қадамы осылайша Андроповты құттықтаумен басталды. Брежнев өліп, Андропов қызметіне кіріскен соң 1,5 ай өте 1982 жылы 30 желтоқсанда өзге де бір топ адаммен бірге ақын Томбай Молдағалиевке Қазақ СССР мемлекеттік сыйлығы берілді. Көп ұзамай Совет басшылығы тағы да дағдарды. 1984 жылы 9 ақпанда түстен кейін сағат 5-ке 10 минут қалғанда Андропов та өлді. Брежневтен кейін небәрі 1 жыл 2 ай билікті иеленген Андропов дерттен көз аша алмай көп күні ауруханада өтті. Совет одағы тағы да қара жамылды. Андроповты жерлеу рәсімінде Совет одағының ең жоғарғы басшылары, саяси бюро мүшелері құрметті қарауылға шықты. Оның ішінде Дінмұхамед Қонаев та бар еді. Жанында Черненко мен Горбачев тұрды. Әдетте келесі басшы осы саяси бюро мүшелерінің бірі болатыны анық. Көп ұзамай Компартияның бас хатшылығына Черненко сайланды. Брежнев кеткеннен кейін бұлар деген ұлттық саясатын кішкене қатайта бастады. Қатаңдата бастады. Қыса бастады республикалар. Ең бұл жағынан оларға керегі, оларға былай айтқанда ыңғайы Қазақстан болды. Жергілікті байырғы халық саны 42% болды Қазақстанда. Соны соңғы бұлар деген үлкен сценарий бастады. Сөйтті де бұлар не істеді? Қазақстанды қысып керек болды. Әсіресе ұлттық кадр саясат. Бір мысал келтірейін. 84 жылы мені осы кадрлар, комсомол кадрлары бойынша есеппен Мәскеуге орталық партия комитетіне шақырды. Сектор меңгерушісі Мищенко Николай деген Қазақстан секторын басқаратын еді. Қазақстанды сол арқылы орталық билеп отырды. Сол Мищенко келді, мен қағаздарымды алып келіп, қалай болып жатыр, не болып жатыр. Соны түсіндіре бастадым. Бір уақытта ол деген қағаздарымды лақтырып та ауыздан түкіргі шашырап, айтпағанда айта бастады. Ты своих казахов тащ. Анда да көп, мында да көп ұлт саны, үлес салмаға 40, сен міне ердің көй қазақ 50%-ке жеткізіп сөйтіпсің, о деп сөйтіп нете бастады. Мен оған айтам, комсомол жастар арасында, сол жастар арасындағы қазақ жастардың үлесі осы комсомол қатарында 58%-ке сол кезде жеткен. Біз өсіп келе жатқан халық едік. Ой кеп тұрып дегенде, залланып кеп тұрып, ананы мен айтам, сөзімді бөледі, боғауыз. Аяғы асты мен оны тыңдамай, менде де мінез бар. Мен енді ол бір дайындалып, енді былай айтқан мені илеу керек болды. Сөйтті бір уақытта тілге тиісе бастады. На кой вам, деп жаман орыстың сөзін айтты, на кой вам казахский. Его всего 22 человека знала до революции. Қызып кеттім да, есігін тарс етіп кетіп қалып, келдім да, осы туралы демегеннің атына қолымменен арыз жаздым.
Бүттіл барлық жағының жаман сөздерін бәрін келтіріп, өзім дәлелдерін келдім бір бетке. Жалпы бөлімге тапсырдым. Келесі күні Демекең мені қабылдады. Өтті араны оқылаған, енді ашуланып, сұрақтар болды, өйтті, бетті. Соны сен айтты, мынау әлгі тіл туралы сөйтіп айтты ба деп тұрып, өмірімде бірінші Демекеңнің аузынан сондай әлгі балағат сөз естігенім. Міне былай деп айтты дедім Демекең. Ой, ашуланып, ойға қаны қайнап деді. Қорқпа деді. Қорқпа. Сөйтті де мен шығып кеттім. Ол нені Черненко ол кезде Черненкоге жүрді. 84-ші қырғүйек. Алайда Черненкода бір жылдан аспады. 1985 жылы наурыздың 10-ына кешкі сағат 7-ден 20 минут кеткенде 74 жастағы Черненкода өлді. Бауырмен өкпе жүрек сырқаты асқынып қайтыс болды деп хабарлады медициналық қорытынды. После тяжелой болезни скончался генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Константин Устинович Черненко. Қаусаған үш басшының айналасы 3 жылда бірінен кейін бірі өлгені шетелді ғана емес, совет халқын да таңдандырды. Алайда кілең қаусаған шалдардан тұратын совет билігі сасқан жоқ. Черненконы жерлемей тұрып, 1985 жылы 11 наурызда Компартия орталық комитетінің тағы да кезектен тыс пленумы өтіп, Черненконы 1 минут еске алды да жаңадан бас хатшы етіп Михаил Горбачевты өздері сайлай салды. 13 наурызда түскі сағат 1-де Черненко Қызыл алаңға жерленді. Мавзолей трибунасына әдеттегідей Қонаевта шығып саяси бюро мүшелерімен бірге құрметті қарауылға тұрды. Отдать последний долг Константину Устиновичу Черненко пришли товарищи Горбачев, Тихонов, Громыко, Гришин, Романов, Алиев, Щербицкий, Кунаев. Жаңа сайланған бас хатшы Горбачевтың Қонаевты ұнатпағаны сол кезден ақ байқалды. Оны жұрт тез аңғарды. Қонаевтың шәкірті Назарбаев та сезді. Мартовский пленум, избрание Горбачева в 1985 году. И вот тогда впервые я почувствовал, что отношение у него к Кунаеву совсем другое. То есть я почувствовал такой холодок, неприятие. Ну, Горбачев помоложе намного Кунаева, а я еще моложе их всех в то время. Небәрі 54 жастағы Михаил Горбачев жұмысты екпіндетіп бастады. Брежневпен жұмыс істеген ескі кадрларды ығыстыруға кірісті. Небәрі бір айдан кейін Компартия орталық комитетінің сәуір пленумында баяндама жасап, совет экономикасы тоқырағанын ашық мәлімдеді. Осы баяндамасында жеделдету деген сөзді кемі 10 рет айтты. Бұл сөз баспасөз бетінде ұранға айналды. Бірақ Горбачевтың басты ұраны қайта құру жариялыққа дейін әлі 2 жыл бар еді. Горбачев шетел басшыларымен жағалай жүздесті. Жүзі жарқын, сөзшең, әңгімешіл Горбачевты шетел басшыларды іш тартты. Бұған дейін совет басшылары дәл бұлай жиі кездескен емес еді. Олар енді сөйлейтұғын 5 жылда бір рет. Съез болады. Партияның 23-ші съезі, партияның 24-ші съезі деген сол уақытта ұмытпасам 3 сағат сөйлеймін әйтеуір. Ертең газеттің бетінің бәрін солардың сөзімен шығады ғой толтырып. Және ең қызығы, соның ішінде мынандай сөздер бар, енді қазір біреулер түсінетін, біреулер мен шығар. Сөздің аяқ жағында жақшан ішіне қол шапалақтау. Содан кейін барып тағы бір абзацта ұзақ қол шапалақтау. Тағы бір абзацта ұзақ ду қол шапалақтау. Енді ең қызығы, ұзақ ду қол шапалақтау көңілді қозғалыс дей ме? Сондай сөзді әлі есімде қалғанда, енді білмеймін, соған біз көңіл бөлем бе мен? Сондай. Тек қана сонда жылын енді айтудың ғой 4-5 жылда бір рет алдымызға шығып сөйлейді. Мың 1985 жылы қазан айында Горбачев Қазақстан астанасы Алматыға емес, қазіргі Астана, сол кездегі Целиноградқа келді. Горбачевты күтіп алуға Қонаев, Назарбаевты ертіп барды. Целиноградта үлкен жиын өткізіп, оны Горбачевтың өзі жүргізді. Алайда ол жиында бәрін сөйлетіп, республиканың бірінші басшысы Қонаевқа сөз бермеді. Мұны жұрт аңғарды. Осы жолы Горбачевтың көзіне жап-жас Назарбаев түсті. Демекенге анық менсін бетіне көрініп тұрды. Ол Алматыға келген жоқ. Целиноградта мекен жолыққанда Демекен айлада бұл жанда не қасына тартпайды, не жоламайды, сөйтіп жүрді, оның бәрін көріп жүрдік. Сол
жалпы аса жақтырмаған сездік та, сондықтан ауыстыратын сездік қой. Горбачев СССР бас хатшысы болғаннан кейін 1985 жылы 28 наурызда 11-ші сайланған Қазақ ССР жоғарғы советінің бірінші сессиясы ашылды. Әдетте жоғарғы кеңес сайланған кезде министрлер советі, яғни үкімет тарауға тиіс. Қазірде солай, бұрында солай болған. Жоғарғы кеңес төрағасы Медеубеков шығып Назарбаевтың хатын оқып берді. Қазақ ССР Конституциясының 116 бабына сәйкес Қазақ ССР министрлер советі өз міндетін аяқталды деп санайды, және жаңадан сайланған Қазақ ССР жоғарғы советі алдында өз өкілетін доғарады. Министрлер советінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев. Бұл әрине шартты жағдай еді. Назарбаевтың министрлер советінің төрағалығына қайта сайланатын бәрі білді. Өйткені Назарбаев Қонаевтың өзі өсіріп, өзі тәрбиелеп келе жатқан, болашақ мұрагер ретінде қарастырып отырған кадр еді. Осыдан кейін Қонаев сөз алып Нұрсұлтан Назарбаевты министрлер советінің төрағасы қызметіне қайта тағайындауды ұсынды. Верховный Совет единогласно избирает депутата Ашимова председателем Президиума Верховного Совета Казахской ССР и единодушно принял постановление назначить депутата Назарбаева председателем Совета министров республики. Товарищи Ашимов и Назарбаев выразили благодарность за оказанное высокое доверие и заверили, что отдадут все силы, знания и опыт делу коммунистического строительства. Осылайша 45-тегі қылшылдаған жас Назарбаевтың 40 жылға созылған саяси мансабы өрге басты. Алайда бұл Қонаевтың Назарбаевты қызметке соңғы рет ұсынуы еді. Көп ұзамай-ақ Назарбаевты өзі ұсынған қызметтен өзі ала алмай қапыда қалатынын сезген жоқ. Назарбаев басқарған министрлер советінің құрамында Мұхтар Әлиев денсаулық сақтау министрі, Қанат Саудабаев кинематография жөніндегі мемлекеттік комитет төрағасы болып кірді. Бұл кезде Асқар Құлбаев жоғарғы совет төралқасының мүшесі болатын. Аталған адамдардың екеуі Назарбаевпен құда болып, кейін Қазақстан билігіндегі ықпалды адамдарға айналды. Назарбаевтың сенімді серіктерінің бірі Қанат Саудабаев ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болатын деңгейге жетті. Куранты Кремля возвестят начало Нового года. Это всегда по-особому волнующие минуты. Өмір қайта жалғасты. Жаста жігерлі Михаил Горбачевтың жаңа жылдық үндеуімен 1986 жылда келді. Біз бүгін әр нәрсені өз атымен атаймыз. Табысты табыс, кемшілікті кемшілік, қатені қате дейміз деп мәлімдеді. Бұл советтік тоталитарлық биліктің тосын мәлімдемесі болатын. Совет басшылығы мұндай сөзді бұрын ешқашан айтпаған. Осыдан кейін саяси саңылау ашылды, еркіндік пайда бола бастады. Сөз айту, ойыңды айту, пікіріңді айтуға тыйым салынған жоқ сол жерде. Аттың басын жіберген сияқты, не дейді? Терезені ашқан сияқты да, бір ауа келді. Оны түсіндік біз. Белгілі бір өзгеріс болатын шындығында да түсіндік. Бірақ енді қандай өзгеріс дегенге әлі миыма жете қоймайды. Горбачев Совет одағының халқын жаңа жылмен құттықтаған күні 1985 жылы 31 желтоқсанда қазақтың белгілі жазушысы Ғабит Мүсірепов өмірден озды. Желтоқсан көтерілісінен кейін өз әріптестерінің қалай сөйлегенін көрмей көз жұмды. Қыз жібек, қоз көрпеш, баян сұлу, ақан сері, ақтоқты пьесалар мен қазақ солдаты, оянған өлке, ұлпан романдарын жазып, белгілі советтік жазушыға айналған Ғабит Мүсірепов Қазақстан Компартиясының саяси ағарту бөлімінің меңгерушісі болғанында айта кету керек. Саяси ағарту бөлімі немен айналысады? Саяси ағарту бөлімі советтік пропагандамен айналысады. Мүсірепов пен халық Абай атындағы опера және балет театрында қаңтардың 4 күні сағат 10-нан 12:30-ға дейін қоштасты. Құрметті қарауылға Қонаев, Камалиденов, Мұқашев, Мирошкин, Назарбаев, Тұрсықтар тұрды. Езіліп еңсе санаммен бар ақылым жылап тұр, өзенім, тауым, даламмен ана тілім жылап тұр деп ақын Ғафу Қайырбеков жоқтау жазды. Мың 1986 жылдың алғашқы күндері Қазақ ССР бойынша халық тұтынатын тауар өндіру мен қызмет көрсету саласын дамытудың 1986-2000 жылдарға арналған комплексті программасы жарияланды. Байқайсыздар ма? 2000 жылдарға дейін. Бұл бағдарламаны Назарбаев үкіметі жасап, Қонаев бекітті. Небәрі бірер жылдан соң дүние астан-кестең боларын ол кезде кім біліпті? 1986 жылы қаңтардың 15-іне Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бюросы өтіп, мал қыстату мәселесі талқыланды.
бірақ шын мәнінде негізгі мәселе мал қыстату емес еді. Мал қыстату 3-4 мәселе болатын. Баспасөз таратқан ақпараттың соңында Қазақстан Компартиясының 16 съезін әзірлеп, оны өткізу мәселесі сөз болғаны бір сөйлеммен ғана көрсетілді. Барлық мәселе сол бір сөйлемде еді. Шын мәнінде осы күні Қазақстанда билік үшін тартыс басталды. Қазақстан Компартиясының съезі ақпанның 6-сына белгіленді. Сол съезде бірінші хатшы, яғни Қазақстан басшысы 5 жылға сайлануға тиіс. Бірінші хатшы кім болуы мүмкін? Әрине Қонаев. Бірақ басқалардың да дәмесі бар еді. Бәлкім Қонаевты қызметінен кетіруге мүмкіндік туатын шығар. Қазақстан Компартиясының съезінен кейін небәрі 10 күннен соң СССР Компартиясының съезі өтуге тиіс. Жаңа басшы әдеттегідей Мәскеудегі съезге Қазақстан атынан қатысуы керек. Қазақстан билігінде жағдай ушыға бастады, бірақ сырт көзге ештеңе білінген жоқ. Қаңтардың 20-сына Қазақстан комсомолының 15-ші съезі өтті. Комсомолдың бірінші хатшысы Серік Абдрахманов партия талаптары дәрежесінде болайық дейтін баяндама жасады. Комсомол басылымдары ерлікке, қажыр-қайратқа толы жолдарыңды, биік парасаттарыңды әрдайым үлгі тұтамыз коммунистер деп ұрандатып жатты. Бұл кезде СССР бас хатшысы Горбачев ядролық қаруды жою, бейбіт өмір сүру жөніндегі дүркін мәлімдеме жасаумен шұғылданды. Қаңтардың 26-сына Қазақстан Компартиясы маскүнемдік пен алкоголизмді тыю жөніндегі шаралар туралы жиын өткізді. Андропов кезінде басталған ішімдікпен күрес науқаны Совет мемлекетінің басты ұрандарының біріне айналды. Бізге өте ауыр тиді. Алматыда 250 сырахана барды. 5 жыл бойы жаңа сол сыраханаларда біраз өміріміз өтті ғой, аша айтқанда. Соның 25-і қалды. 250 сырахананың. Өте қиын болды. Қонақ келсе арақ табылмайтындай жағдайға түстік. Осы кәдімгі өзіміздің жаңағы басымызға тиген сол Горбачевтың несінен. Бірақ ішімізден білеміз. Жаңа не дейді, арақты азайтудың, маскүнемдікке қарсы күрестің дұрыс екенін іштей білеміз. Татарка деген жер бар ғой. Сол жақта түріктің әйелдері бір спирт алып, соны 5-ке бөліп, 5 бөтелке арақ алып, соны сатып алып, ішіп жүрген адамдар болды көбінесе. Өйткені енді бірдеме қылу керек қой. Мысалы, жатақхана алдым мен сол уақытта, жатақхана алған уақыттарда жігіттерді шақырасың, арақ жоқ, арақ аласың, амал жоқ жаңағылардан. Сондықтан жасанды арақ деген сол уақытта шықты. Бұл жаңағы бірден иықтан шауып тастаған сияқты жағдай болды ғой. Бұрын бұрқыратып ішіп келген қоғамда аяқ астынан бәрі сап тиылды. Сап тиылған бәрі тиылған жоқ. Бәрібір жаңа қолдан арақ ашту, самогон қуу деген сияқты. Мынау теневой сауда қатты жүрді. Бәрібір болды. Мәселен, жаңағы арақ саудасы деген Совет одағында ол жаңағы бір алғашқы 10 сектордың біреуі болса, соның ішінде бір негізгісі болды. Соның салдарынан кейіннен экономистер де жазып жүрді, айтып жүрді. Мынау алкогольдің айналымы саудасында үлкен соққы болды. Оның үстіне ауыл шаруашылығына соққы болды. Арпа өндірісіне, онан кейін виноград өндірісіне, жаңа жүзім өндірісіне, басқа да сондай араққа қатысты, шарапқа қатысты өндірістерге әсері болды. Өстіп жүргенде Прагадағы Свобода баспасынан Горбачевтың жер бетіндегі және космостағы бейбітшілік үшін дейтін кітабы шығып үлгерді. Жер бетіндегі зұлымдық өсіне айналған Совет одағы басшысының бұл сөзін бұл күнде көп адам түсінбеуі де мүмкін. Совет үкіметі өзін бейбітшіліктің қорғаны деп насихаттады, бірақ іс жүзінде бәрі керісінше болатын. Бұл уақытта Горбачев СССР мен одақтас республикалардың басшылығында көптен жүрген, жасы келген басшыларды біртіндеп шеттетуге кірісті. Бірақ тізеге салмай астыртын тәсілдерді қолдана бастады. Өйткені оларда қызметінен оңайлықпен кете салатын адамдар емес еді. Кезек Қонаевқа да жеткенін Қазақстан билігінің маңында жүргендер сезді. Демекен дегенмен енді ескі заманның адамы ғой. Көп отыра алмас деп жасы да келген шақ қой, енді ол кісі 12-ші жыл туған адам ғой. Сондай ойлар болады. Көп отыра алмас демекен, отырса жақсы болар еді деп. Өйткені кім келетінін білмейміз ғой енді. Жалпы Қонаевтың сол кезеңдегі халықтың алдындағы беделі өте жоғары болды.
оны ешкім күні бүгінге дейін ұмытқан емес. Ол анығы да сол. Сондықтан да ал енді бұл мәселенің бәрі негізінде тақ таласына байланысты болды. Горбачев пенен Қонаевтың арасындағы сызатты жұрттың бәрі көрді, байқады. Және бұның болашағы қалай болады екендігі туралы да әр болжам жасады. Сондай енді сол саясатта кім Қазақстанның Компартия орталығының бірінші хатшысы болады? Сол тақты кім алу керек? Осы тұрғыда астарлы көп жұмыстар атқарылып жатты. Арасында Қонаев қызметінде көп отырды. Кеткені дұрыс дейтін халықта ой болды ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Себебі кеңес үкіметі кезінде басшылардың бәрі не дейді, аяғымен алдына қарап шығарып салады, не болмаса орнынан кетеді екеуінің біреуі. Басшы болдың ба, сен басшы болып туып, басшы болып өлуің керек сияқты. Менің ойымша, қоғамда ондай ой қалыптаспаған. Тоталитарлық жүйеде ондай ой қалыптасу мүмкін емес. Жеке бір, не дейміз, озық ойлы адамдарда болған шығар, ал жалпы қоғамда ондай ой мүлдем болған жоқ. Айтып отырмын ғой, 70 жылдық тоталитарлық жүйе адамдардың ойлау қабілетін миын басқаша қалыптастырады. Көп отырдым, кетейін деген ой Қонаевтың өзінде бәлкім болса болған да шығар, бірақ әрекеті оған сай келмеді. Мынау саяси басшылық тарапынан елдің бүкіл Совет одағы деп қарайықшы, ондай үрдіс болған жоқ, жасы келді ау кету деген. Кез келген республиканы қарап отырсақ, бәрінде жаңағы жасы келген адамдар отыр. Щербицкий дейік, жағында, Шушкевич дейік, барлығы жасы келген адамдар болды. Қонаевтан сәл кішірек, конечно, әрине олар жасы сәл жастау, бірақ сол барлығы сол шалдардың басшылығы болды бәрінде. Көз көргендердің сөзіне қарағанда, Горбачев Қазақстанда беделі зор Қызылорда облысының бірінші хатшысы Еркін Әуелбековпен, орталық комитеттің хатшысы Зақаш Камалиденовпен және жап-жас премьер-министр Нұрсұлтан Назарбаевпен сөйлесіп, кімнің кім екенін аңдап көрген. Қонаевты ауыстыратын кез жетті деп емеурін танытқан. Бәлкім үміттендіргенде. Олар Камалиденовті Қонаевтың орнына алып келмекші болды. Оны кейін бірде отырды, жоғары жақта Мәскеуге дайындықтардан өткізді. Зақаш деген енді бүкіл барлық жоғары со жақын айтқанына бәріне мақұл еді. Енді алғысы келгенмен бата алмады. Өйткені Демекеңнің абыройлы үлкен адам ғой, енді ол кісінің еңбегі де көп қой Қазақстанға. Қонаевты қызметінен өте сыпайы және заңды түрде алудың бір жолы алда келе жатқан Қазақстан Компартиясының 16-шы съезі еді. Сөйтіп ақпанның 4-іне жеттік. Съезге 2 күн қалды. Орталық комитеттің 20-шы пленумы өтіп, баяндаманы Қонаев жасап, партия түпкілікті баяндаманы бекітті. Бұл күні Қонаевтың ғана емес, Назарбаевтың да баяндамасына партия бәрі дұрыс деп қол қойып берді. Съездің сценарийі тастай болды. Ақпанның 6-сында Алматыдағы Ленин атындағы сарайда, бүгінгі дәл осы Республика сарайында Қазақстан Компартиясының 16-шы съезі салтанатты түрде ашылды. Ол кезде съез біткен осы сарайда өтетін. Съез басталатын күні газеттер қызыл жазумен шықты. Съезд открывает член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Ахмедович Кунаев. Съезге барлығы 1690 делегат келді. Делегаттар қайта-қайта дүркін-дүркін қол соқты. Съез төралқасына 75 адам сайланды. Оның ішінде Дінмұхамед Қонаев, Асқар Қонаев, Нұрсұлтан Назарбаев, Асқар Құлыбаев, Олжас Сүлейменов, Еркін Әуелбеков, Серік Абдрахманов, Қаратай Тұрысов, Әзірбайжан Мәмбетов, Саламат Мұқашевтар бар еді. Съез хатшылығына сайланған 25 адамның ішінде Заманбек Нұрқаділов, Кешірім Бозтаевтар да болды. Мандат комиссиясын Қуаныш Сұлтанов басқарды. Съезде Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің хатшысы Зақаш Камалиденов те сөйлеп, дегенде жазушыларға тиісті. Жарық көрген кітаптар қатарында көркемдік жағынан кем бағал, идеялық жағынан сұрықсыз кітаптар бар. Олардың кейбірі жарық көрмей жатып туралып кетіп жатыр. Кейбіреулері оқырмандарды алашордалықтардың қызметі жайында хабардар етуге тырысса, ал Жалын баспасының Менің Қазақстаным сериясынан шыққан кейбір кітаптар жастарды алға емес, артқа, ғасырлар қойнауына, феодалдық, рушылдық қатынастардың бастауларына қарай тартады деп сынады. Бұл 80 жылдардың ортасына қарай қазақ жазушылары жаппай жаза бастаған тарихи романдарға байланысты айтылған үлкен сын болатын.
Баяндама кезегі Қызылорда облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы, сол уақытта аса абыройлы адам Еркін Әуелбековке жеткенде съездің бүкіл сценарийі бұзылды. Небәрі бір жыл бұрын ғана Қызылорда облысының басшылығына тағайындалған Әуелбеков парақорлығы мен сұғанақтығы үшін облыста 159 басшы қызметкерді орнынан босатып, қатаң жауапқа тарттық деді. Онымен тоқтамай, Қонаев бастаған Қазақстан Компартиясының басшылығына тиісті. Облыстағы мұндай жағдай бірден пайда бола салған жоқ. Ұзақ жылдар бойы қалыптасты. Бұл туралы Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің саяси бюросы білді ме? Егер білген болса, неліктен пәрменді шара қолданбады? Бұл сөздікке Қонаевқа бағытталған еді. Әуелбеков мұнымен тоқтамай, Қызылорда облыстық партия комитетінің бұрынғы бірінші хатшысы Әбдікәров қандай еңбегі үшін Қазақ ССР жоғары советінің төрағасы болып жоғарылатылды. Ізінше көп ұзамай-ақ не себептен ың-шыңсыз босатылды. Одан кейін бірінші хатшы Есетовті де құрметпен пенсияға шығарып салды. Олардың бірде-біреуіне де орталық комитет қатал принципті баға берген жоқ деді. Бұл да ауырсын болатын. Әуелбеков енді бұрынғыларды қойып, Қонаевтың жанында жүрген сенімді серіктеріне тиісті. Әділін айтсақ, республикада Асқаровтың, Ауқадиевтің, Қойшымановтың және де басқа кейбір адамдардың қызметіне тиісті баға берілмеді деп шаншып өтті. Залда мөлгіген тыныштық орнады. Әуелбеков сонда да тоқтаған жоқ. Жауапты орындарға жеке жақындық, туысқандық, жешілдік белгісі бойынша тағайындалған кез аз болған жоқ. Істі ақсатқан қызметкерлерді бір басшы орнынан екіншісіне алмастырып отырғыза салу орын алды. Қолпаштау, шашпау көтеру, жарамсақтық өршіп кетті. Қазақстанда көп жыл басқарып келе жатқан, әлі де билікте отырған Қонаевты өзінің көзінше дәл бұлай ешкім сынаған емес еді. Әуелбековтың сынына біреу келсер, біреу келіспес, бірақ орынсыз деуде өте қиын болатын. Әуелбековтың да үміті болды. Ол кісі тіпті лайықта еді. Енді сол ащы сөздерді тым ашырылмай бұлай да сынауға болады ғой. Бұл кісі батыр кісі болды. Жақсы білем ол кісіні. Қонаевтан алыстау керек болды. Бұл жасанды ғой. Еркін Әуелбековті Мәскеу айтқан ғой. Мәскеудің айдағымен ғой бәрі айдағы ғой. Ерекең батыр кісі, бірақ ондай демекеңмен жағаласатындай батырлығы бұрын жоқ болатын. Жоғары жақ қатты қысқан. Бірақ ол кісіге енді Москвадан Горбачев басқа тапсырған шығар. Бірақ енді ол кісі әділдік жағында болады, сол сын айтты басқамен. Қонаев шынына келгенде ол да Горбачев айналасының бәрін республикада тазалап жастарды қойып атқан кезде, ол өзі 74-те сол кезде Қонаев 12 қаңтарда 74-75 аяқ басып отыр. 5 жылға сайланған, съезде сайланған деген. Әрі сонда 80-ге дейін жұмыс істеймін деп өзі сөйдеп ойлаған ғой. Ол енді ол кісінде данышпандығы деп айтуға болмайды. Енді жастар келіп жатыр, өзіне кадр дайындау керек еді ғой енді. Сонда ауыстырып, сол желтоқсан оқиғасының туының өзіне мен Қонаевтың өзі 16 съезде сол орын бермегеніне байланысты кінәлі сол деп есептеймін. Айналып келгенде енді бір жылдың аяғында болған жоқ, соған жаңағы өзінің ойлау деңгейі, өзінің амбициясы жетпегеніне ол данышпан деп айта алмаймын. Қызықтың көкесі съездің соңында болды. Мінберге Қазақ ССР Министрлер Советінің төрағасы Қонаевтың сүйікті кадры Назарбаев шығып, баяндаманы мәнерлеп оқуға кірісті. Совершенно далек от требований, высказанных Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Бұл баяндама әлгінде айтқанымыздай Қонаевпен келісілген, партияның мақұлдауынан өткен баяндама. Алайда сәлден соң Назарбаев басқаша сөйлей бастағанда зал тағы да аң-таң болды. Назарбаев сыпайылықтың бәрін жиып қойып, Дінмұхамед Қонаевтың туған інісі, Қазақ ССР Ғылым Академиясының президенті Асқар Қонаевты қатаң сынады. Республика Ғылым Академиясы бізде сын айтылмайтын ұйым болғанын бүгінгі съезде ашық айтуымыз керек. Онда жарамсақтық, жағымпаздық ахуал жасалған. Сондықтан болу керек, Ғылым Академиясының президенті Министрлер Советінің мәжілістеріне де, баланс комиссияларында да төбе көрсетпейді. Сөйтіп өз міндетін атқармай отыр. Димаш Ахметұлы, оны тәртіпке шақыратын уақыт жетті деп ойлаймыз деп бір тоқтайды. Кешегі Әуелбековтың сынынан кейін есеңгіреп қалған делегаттарға Назарбаевтың сөзі төбеден жай түскендей болды. Жарайды, Әуелбеков онсыз да Қонаевпен бұрыннан іштей текетіресте жүрген және абырой бедел жағынан Қонаевтан кемін деп есептемейтін адам. Ал Назарбаев кім?
Назарбаев Қонаевтың өзі өсірген шәкірті, өзінен кейінгі билікті қалдыруға дайындап жүрген адамы. Оны бәрі біледі. Кейде бір той 7 ноябрь ма, бір совет үкіметінің күндері бар ғой, берекелі. Сондайда прием жасайтын Демекең. Арақ қоятын барлығын, облыстың басшыларын, министрлер шақырады. Сонда қасында Назарбаев как премьер отырады, өзі басқарып отырады. Мен байқаймын, Нұрекең Нұрсұлтан кішкене ішіп жібереді ау деп ойлаймын. Сонда Демекең қалай суық қабағымен қарап, байқа деген сөзді айтып отыратындай болады. Көпші деген сөзді торлап айтпайды, қасында отырған. Сонда бірімізге қарап, министрлер айтады, Назарбаевқа замечание жасап отыр, Демекең қарап отырсың ба деп. Көріп отырмын дейді жанындағы министр. Біле көрдіңіз ба? Жаңағы өзі тәрбиелеген, сөйтіп жаңағы жан ашымай. Мына отырған адамдар, сауатты адамдар залда отырған. Ылғи министрлер, ылғи секретар, председатель сокомдар. Мереке отырған, бәріміздің немді байқап отыр. Сондықтан байқа деген сияқты Нұрсұлтанға жаңағындай замечание жасап отыр. Съезге қатысқандардың естелігіне қарағанда басқасы басқа, дәл Назарбаевтан мұндайды күтпеген Қонаев сұп-сұр болып үнсіз қалған. Енді кім ренжімейді, өзінің өсіріп отырған адамы өзіне қарсы шығып отырса. Енді біз залда көп адамбыз ғой енді. Ол онша сезілген жоқ, бірақ Демекең не ауыр дегені ол белгілі ғой, түсінікті ғой. Назарбаев ақылды адам ғой, енді өзінің басшысы әлі кетпей тұрып оған сын айту. Ол кез келген адам қолынан келмейді, егер жоғарыдан тіреп тұрмаса керек. Бірақ Қонаев жеңілдім деп қол көтере салатын адам емес. 8 ақпанда түскі үзілістен кейін кейбірі кешегі сөзінен айнып қалды. Естеліктерге қарағанда Қонаевтың сенімді адамдары съезд делегаттарымен оңаша сөйлесіп шыққан. Босқа абыройсыз қаласындар, Қонаев қайта сайланады, күмәнданбаңдар деген. Содан кейін Қонаевты қолдаушылар қайтадан көбейе бастады. Қонаевтың да жанкүйерлері бар ғой. Ана Машуров деген айтқанынан қайтып, быдық етіп, маған өстіп, үйретті, үйтті, бүйтті деп Машуров шықты. Соны сен Сұлтанов туралы айтты, маған Сұлтанов үйткен, қысым көрсеткен деп сол Машуров. Кішкене қырқыс. Бірақ Демекең деген енді өте үлкен беделді ғой. Бәрі соның шәкірті, балаларындай апком қатшылары, Назарбаевтан командиреті батылдары жетпеді, рух жетпеді. Талдықорған облыстық Алакөл аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы Азат Машуров бір күн бұрын Қонаевқа тиіскен Еркін Әуелбековтің өзін сынады. Әуелбеков жолдас бұрынғы съезде басқаша сөйлеп еді, бүгінгі съезде басқаша сөйлеп тұр. Бұл қалай деген ол Әуелбековтің 5 жыл бұрынғы сөзін жазбаша түрде оқып берді. Арнайы дайындалғаны көрініп тұр. Әуелбеков жолдас 5 жыл бұрынғы сөзінде республика партия ұйымда іскерлік, кадрларға сенім және жоғары талапшылдық ахуалы берік орнықты. Бұл үшін Қазақстан Компартиясының орталық комитетіне, оның бюросына ризашылық білдіреміз дегенді. Ал бұл кезде Әбдікановтың қызметінен алынғанына 2 жыл болған. Сонда Әуелбеков жолдас қай кезде бүкпес сөйлеген болмақ. Егер кешегі сөз рас болса, онда ол өзінің принциптілігін кем дегенде 7 жыл кешігіп көрсетіп отыр, деді Машуров. Бұл сынды залда Қызылорда облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы Еркін Әуелбековтің өзі де тыңдап отырды. Бірақ Әуелбеков бұл сөзге 1 жылдан кейін жақсылап тұрып жауап берді. Оны келесі бөлімде айтамыз. Жарыс сөзге Олжас Сүлейменов шықты. Көп жыл Қонаевтың қамқорлығында болған. Қонаевтың арқасында соттан да, оттан да аман қалған Жазушылар одағының бірінші хатшылығына жайғасқан Олжас Сүлейменов 50 жаста ғана болатын. Бірақ ол Қонаевты сынамады. Мінберге шыққан Сүлейменов алдын ала дайындап келген партия бекіткен баяндамасын шетке ысырып қойды да өзіне тән жуан қоңыр даусымен еркін көсілді. Ешқашанда осы трибунадан дәл бұндай қатаң бағалар беріліп көрмеген болатын, деді ол. Сонан соң Еркін Әуелбековті шаншып өтті. Әуелбеков жолдасының сөзінен кейін ендігі жерде Қызылордада Аупартком хатшысы кез келген пленумда сөзге шығып, апкомның бірінші хатшысымен ашықтан ашық тайталаса алатынына, сынымды қате ұғып қалама деп қаймықпайтынына сенемін, деді залға қарап тұрып. Бұл анық мысқыл еді.
республиканың бірінші хатшысын көзін бақырайтып қойып сынадың. Бәлкім өзіңді де аудандық партия комитетінің бірінші хатшыларына дәл осылай сынатқызып қоярсың деген сөз еді. 8 ақпанда 16 съезд аяқталды. Мандат комиссиясының төрағасы Қуаныш Сұлтанов Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің бірінші хатшысы болып, Дінмұхамед Қонаевтың қайта сайланғанын хабарлады. Сіз дауыс бердіңіз бе? Әрине. Дауыс беру процесс қалай болды? Қол көтеріп дауыс бердіңіздер ме, әлде кнопка бастыңыздар, не істедіңіздер? Кнопка емес, қол көтеріп дауыс берді жүрді. Көбі Демекеңді қолдады, залдың көбі. Қолдамағандар да болды. Енді әрине. 16 съезде сөйлеген Қазақстан комсомолының бірінші хатшысы Серік Абдрахманов Қонаевты сынау туралы тапсырма өзіне де берілгенін айтады. Түсініксіз болды. Бұлар деген шыншыл болса нағы бертеден айтпайды. Әңгіме сода ғой, тұры 16-шы партия съезіне келді де, тұры сол жерде шыға келді. Мені де шақырды. Маған да қысым көрсетті. Сізге кім қысым көрсетті? Кім қысым көрсетті? Мирошкин, екінші секретар. Орталық партия комитетінің. Қонаевтың орынбасары? Екінші адам. Не деп айтты сонда? Сізге не деп айтты? Сын айту керек. Кемшілікті көтеру керек. Басшылыққа деді. Енді басшылық Демекең. Яғни Қонаевтың өзінің орынбасары Қонаевқа қарсы жұмыс істеп отыр ғой? Әрине. Әрине. Бұл да кім? Зақаштың адамы. Бұл да сол Маңғыстауда істеген, Атырауда істеген бе, қазір ұмытып отырмын. Сол жерде партия жұмыстарында істеген. Бұлар деген сол жақтан шыққан. Бұлар деген орталық партия комитетіне де жинай бастады сол Мирошкиннің, Хамалиденттің кадрларын. Бұлар үлкен дайындық жасап, былай айтқанда төңкеріс. Енді былай айтқанда қазіргі тілмен айтқанда жасау керек, шамалары жетпей қалды. Демекең беделі басып кетті. Қонаев осы съезде өзін сынайтынын білді ме? Білді ғой, о кісіге де айтып отыратындар, о кісіге де сенетін шәріпте бар, былай айтқанда жанында жүргендер, әрине білді. Бәлкім Қонаевқа айтылған сын дұрыс шығар, жұмыстың ақсағаны рас шығар, оны айту керек болар. Жоқ, кеңес үкіметі кезінде ондайға жіберілмейді. Көп нәрселер өздерінде болатын. Политбюроның іші дейді ғой, мысалы саяси бюро, тағы басқалардың ішінде болады. Ал жұрттың көзінше жаңағыдай ашық дауысынау. Енді мүмкін жаңағы Горбачевтың қайта құру кезіндегі эмоцияменен ондайға барып, бірақ оған Назарбаев менің ойымша ондайға бармайды. Сынның бәрі дұрыс шығар, бәрі не дейді жаңағы шындық шығар, бірақ оны айту мүмкіндігі жоқ кеңес үкіметі кезінде. Мәселен, Назарбаев аңдамай сынаған шығар. Назарбаевтың өзі не дейді? Я даже не думал, что его так сильно заденет. Я в душе считал, что я ему помогаю, скрывая. Я наивно считал, что он этого не знает. Иә, сырт қарағанда Назарбаев Қонаевтың жеке өзіне тиіспегендей көрінетіні рас. Назарбаевтың сынына кейінгі естеліктерінде Қонаевтың өзі де жауап берді. Назарбаев ғылым академиясы мен оның басшылығын, сондай-ақ қала үшін зор мәні бар Алматыдағы бір қатар құрылыс объектілерін жөнсіз сынады. Ол тарихи музей объектілерді және басқа да әлеуметтік тұрмыстық объектілер қала үшін қажеті жоқ, мол қаржы босқа шашылды дегенді айтты деп жазды Қонаев. Қонаев Қазақ ғылым академиясының президенті қызметіне інісі Асқар Қонаевты тағайындауға қарсы болдым дейді. Бірақ Брежнев көнбей қойған көрінеді. Сосын Қонаев амалсыз келісуге мәжбүр болған. Кінәні Брежневке аударған, яғни. Назарбаев кейінгі естелігінде Қонаевпен іштей тартысымыз Қазақстан Компартиясының 16 съезінде шырқау шегіне жетті деп жазған. Съезде сөйлер алдында түнімен ұйықтай алмадым. Баяндамам бомба жарылғандай әсер етті. Зал ду қол шапалақтады. Бұл сыным жон арқадан ұрылған пышақ емес деп ақталған. Тіпті жастық максимализммен айтылған сын дейтін тұсы да бар. Шын мәнінде солай ма? Шын мәнінде Назарбаев аңдамай сынаған жоқ. Ол Қонаевты Компартияның 16 съезінде ғана емес, қызметінен алынған соңда саналы түрде 2 пленумда 2 рет қатаң сынап, кейін арнайы сұхбатты берді. Ол сындары бұрынғысынан да асып түсті. Қонаев бірінші хатшылыққа қайта сайланғанда 74 жаста еді. Қайрат қайтқан, Мәскеуден қолдау кеткен кез, сөйтсе де бірден берілмеді. Барлық интрига алда болатын. Оны келесі бөлімде айтамыз.